Қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз асханада жасалатын осындай кәуап дайындаймыз. Дайындалуы өте тез және өте дәмді болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ол үшін бізге қажетті заттар: тауықтың төс еті, асқабақ, тәтті бұрыш, қызанақ, лимон, ас тұзы, кәуапқа арналған дәмдеуіш, зәйтүн майы. Ең алдымен біз тауықтың төс етін турап дайындап аламыз және үстіне дәмдеуішімізбен зәйтүн майын, ас тұзын қосып жақсылап араластырамыз. Келесі біз лимонымызды сығып суын шығарамыз және жақсылап араластырып, бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің етіміз дайын болғанша көкөністерімізді дайындап алайық. Оларды турап, осылай ас тұзын сеуіп, тағы да қойып қойыңыздар. Бізге осындай таяқшалар қажет болады. Таяқшаларымыз күйіп кетпеу үшін біз салқын суға салып, кішкене уақытқа қойып қоямыз. Мінекей біздің етіміз дайын болды. Енді жаңағы таяқшаларымызды алып, осылай етімізді және көкөністерімізді кезекпен кезек орналастырып шығамыз. Мінекей барлығын осылайынан орналастырып шығыңыздар. Біздің барлық жаңағы кәуапымыз дайын болғаннан кейін осылай духовкаға салатын ыдысқа кәуаптарымыздың барлығын рет-ретімен орналастырып шығамыз. Және 200 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің кәуаптарымыз дайын болды. Барлығы пісті. Жұмсақ және дәмді болып шықты. Менің отбасыма ұнады. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Қалауларыңызша сәндеп қойсаңыздар болады. Астына салат жапырағын қойып, немесе бетіне жуа турап, солайынан қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.